Қайырлы кеш барлықтарыңызға. EGOV-тан ECP ключ алу үшін ең алдымен бізге мынадай NTLayer деген программа керек. Оны Google-дан скачать етіп алып, установить етіп аласыздар алдын ала. Енді біз Google-ға жазасыздар egov.kz деп. Мына осындай терезе ашылады. Төмен түскен кезде EGOV-тың страницасы төмен түскен кезде получить ECP удаленно деген жазу тұр. Мінекей. Осыны басамыз. Заказать услугу онлайн. Міне тұр. Мінекей. Ең алдымен бізде ECP ключ болу үшін мынадай камера болу керек. Ол міндетті түрде. Мінекей веб-камера бар. Енді юридический лицо емес, физический лицоны таңдайсыздар. Иін таңдайсыздар. Кімнің атынан иін ECP ашқыларыңыз келіп тұр, соның иінін жазасыздар. Иінді тергеннен кейін отправить запрос батырмасын басасыздар. Батырмасын басамыз. Удостоверение личности. Перейти получению ECP. Мына жерге номерлеріңіз жазасыздар. Отправить. Сіздерге код келеді. 2 минуттың шамасында. Кодты тердік. Сіздерде осындай шығады. Міне фото. Осыған бастарыңызды қойып, начать батырмасын басамыз. Қозғалма дейді, жақында дейді. Міне, пройдено дейді. Енді пин-код енгіземіз. Өздеріңіз оңай, ұмыт қалмайтындай пин-код енгізіңіздер. Задать пин-код. Пин-кодты енгізгеннен кейін начать батырмасын басамыз. Удостоверение дегенді басып. Егер удостоверениелеріңіз суреті бар болса, загрузить файл деп басасыздар. Егер жоқ болса, осылай удостоверениелеріңізді рамкаға қойып, алды артын фотоға түсіріп аласыздар. Сосын отправить батырмасын басқаннан. Digital ID-дің личный кабинетіне осындай сообщение келеді, уведомление. Продолжить батырмасын басамыз, разрешить. Қойған пин-кодымызды қоямыз, бағана ойлап тапқан. Осы кабинеттен шығамыз. Электронды почтаны жазамыз. Папка создавать етіп, рабочий столға қойып қоямыз. Мына біздің папка сақтайтын жеріміз. Разрешение береміз, рұқсат етеміз, енгіземіз. Өтінім беру батырмасын басамыз. Жаңа батырмасын басқаннан кейін жаңа пароль ойлап табамыз. Сертификаттарды жүктеу. Бағанағы создать еткен папкамызға жүктеп аламыз. Біздің ECP ключіміз дайын. Кіру үшін ECP батырмасын басып, сертификатты таңдаймыз. Бірінші тұрған AOS дегенді таңдаймыз. Паролімізді енгіземіз. Подписать батырмасын басып, кіреміз. ECP ключ дайын. Барлық достарыңызға, туыстарыңызға таратыңыз. Өздеріне ECP ключ ашып алсын. Барлықтарыңызға сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін.